бүгінгі өздеріңізге аягөз бөлімінің кішкене ғана профилактикалық жұмыстарын көрсету барысын тамашалауға рұқсат беріңіздер. Қазіргі таңда мына айтатын болсақ, мына жерде әскери полиция, әскери прокуратура және әскери тергеу басқармасының қызметкерлерімен, офицерлермен және келісімшарт қызметкерлерімен заң және тәртіп аясында түсіндірме жұмыстары жүргізілуде. Мына нақты слайдта көрсеткеніміз, бұл жерде заңға қайшы келетін заттарды іздеу барысы, қызметтік итті қолдану барысында әскери полицияның заңға қайшы келетін заттарға әскери қызметкерлерді, әскери қызметтік бөлмелерді, қызметтік қоймаларды осылай тексеру жүргіземіз. Жол қауіпсіздік ережелерін сақтау ол осы аудандық полиция бөлімі қызметкерлерімен бірлесе отырып жүргізіледі. Мына капитан Жақанбаев осы жөнінде рейдтік іс-шаралар атқаруда. Қазіргі таңда мерзімді әскери қызметкерлер арасында сауалнамалар жүргіземіз. Оны айтқанда анонимді анкетирование дейміз ғой, чтобы түсінікті болу үшін. Сауалнама негізінде мерзімді әскери қызметкерлердің бәрінің өзінің бір пікірін білдіруге, сол жердегі сұрақтарға жеке өз жауап беруге өте көп септігін тигізеді. Соның арасында анықтап болып жатқан жағдайларды жалпы көңіл бөліп, неге қандай мәселеге көңіл бөлу керек екеніне өте күшті бізге әсерін тигізеді қазіргі таңда. Бұл сауалнама жүргізу барысы жеке. Келесі көрініс, бұл жерде келесі кезекшілікке түсіп жатқан әскери қызметкерлер сапқа тұрғызылған. Соларды сапқа тұрғызу барысында кезекшілік барысында ешқандай заңсыздықтың орын алмауын талап ету барысында заң мен тәртіпті жеткізу барысында бұл көрініс. Жеке айтатын болсам, дене жарақаттарını тексеру. Әрбір мерзімді қызметкерді түгел құжаттамасымен қарап, түгелмен тексеріп шығамыз. Бұл жерде қатысып отырған өзіңіз көресіз, медик, медицина қызметкері, мынау біздің офицер профилактик және бөлімшенің жауапты тұлғасы. Әрқашан жүргізіліп отырады, әрқашан. Әрбір мерзімді қызметкерге осы жетіп, қарап көруге тырысамыз. Бұл жеке сұхбаттасу деп аталады. Әрбір мерзімді қызметкермен офицер профилактик жеке сұхбаттасу жүргізеді. Жеке сұхбаттасу барысында да әрине көп нәрселер ашылады. Көп жаңағы мерзімді әскери қызметкерлердің проблемалары болсын, жеке басындағы солардың бәрі тыңдалып, анализ дейміз, соны бәрін анализировать етеміз. Бұл сол оқу-жаттығу далалық ненің барысында құжаттамалар тексеру барысы. Дұрыстығын, ереженің сәйкестігін. Әскер қатарында әрқашан қару-жарақ бар, өздеріңіз білесіздер, қару-жарақты дұрыс қолдану ережелерін жеткізу барысын қадағалау барысы. Бөлім бастығы подполковник Қуаныш Сәлімжановтың осы Аягөз гарнизонына заң мен тәртіпті жеткізу барысы деп тануға болады келесі көріністі.